Қайырлы күн, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Арайлым. Мен бүгін сіздерге шоколадты пирогты рецептісін ұсынатын боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Үйдегі бар заттардан, қолжетімді заттардан өте жылдам, ылғалды пирог болып шығады. Егер рецептіні толық ұстансаңыздар, міндетті түрде шығады бұл пирог. Ысытып алған сүтімізге, қайнатылмай, бірақ өте қатты ысытылған сүтіміздің үстіне қантымыз бен какао ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Түйіршіктер болмауы қажет. Енді осы массамызды қоя тұрамыз, оны кейін пайдаланамыз. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен миксерлейміз. Қантымыз толықтай еріп, жұмыртқамыздың көлемі ұлғайып, әппақ көпіршіктер пайда болуы қажет. Әппақ көпіршіктер болғанша миксерлейміз. Барлық қажетті заттардың өлшемі видеоның астында описанияда көрсетілген. Енді міне көпіршіктер пайда болды. Енді осының үстіне жаңағы алдын ала дайындап қойған массамызды араластыра отырып қосамыз. Бәрін бірақ қоса саламыз. Енді осы екі массамыз толықтай араласуы қажет. Миксердің көмегімен араластырамыз. Үстіне сұйық май құйып тағы да араластырамыз. Енді осы массаның үстіне ұнымызға разрыхительді қосып, араластырып, елеуіштің көмегіменен бірнеше бөлікке бөліп, ұнымызды қосып миксерлейміз. Ұнымыздың бәрін қоссақ, біздің массамыз көтеріліп тұрған. Түсіп кетуі мүмкін, сондықтан бірнеше бөлікке бөліп қосамыз. Өте ылғалды, дәмді болып шығады пирог. Енді дайын болған қамырымызды формаға салып, менде 26 диаметрлік форма, бұдан төмен диаметрін қолдансаңыздар, сіздердің пирогтарыңыз тіптен үлкен болып шығады. Енді осы массамызды 180 градуста алдын ала қызып тұрған пешке 30-35 минутта пісіріп аламыз. Әр пештің қызу деңгейі әртүрлі болғандықтан, ағаш таяқшаның көмегіне сүйеніп, піскен-піспегенін анықтаймыз. Ағаш таяқшаңызға жабыспаса, онда сіздің пирогыңыз пісті. Мінеки біздің пирог пісті. Үстіне мен қант ұнтағын септім. Сіздер шоколадты ганаш жасап құйсаңыздар, тіптен дәмдірек болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Арайлым. Ас болсын.